Allah biz çıktık. Allah razı olsun çıktık. Ey Allah. Afat aytıp kelmeydi deydim. Hoppa. Burada kaçıyorlar. Almak olmaz mı onlar? Polni ötün bütün bu. O pasto katmak olmaz. Ne, afat aytıp kelmeydi deydi. Ne, hürmetli ауыл тұрғындары. Көріп атсыздар ғой. Жігіттер жүр, Алла разы болсын әйтеуір. Қолынан келгенше жәрдем беріп. Қолмен ақшалай да әйтеуір жәрдем беру керек. Беру керек. Алла тағала бір мұсылманды сынайды дейді. Бір мұсылман арқылы. Сол үшін бұл да бір Алланың сынағы. Басқа мұсылманды сынай отырып, Алла бізді сынайды. Сол үшін мынау басқа келген мусибаттың, біреудің басына келген мусибатты Алла тағала менің қолым болса екен деп басқа мұсылмандарды сынайды. Сол үшін Алланың қолы болайық, иншалла жәрдем болайық ауылмен. Бір ауыздан бір елміз ғой, бір мұсылман елміз. Сол үшін осы кісілерге жәрдем берейік. Алла басымызға салмасын ешкімнен бұндай нәрсені. Бірақ жаңағыдай садақа деген нәрсе бәлені қайтарады дейді. Сол садақа өзіміздің басымызға төніп тұрған бәлені садақа беріп қайтарайық. Тағдырды Алла тағала жазады, бірақ оны адам білмейміз біз. Алдымызда не күтіп тұрған білмейміз. Ал бірақ тағдырды өзгертетін бірақ нәрсе дейді, ол берілген садақа және Алла қабыл еткен садақа дейді. Сол үшін міне осындайда мұсылманға мұсылман жәрдем бермегенде біз қашан оны жаңағы күтіп отырамыз. Міне Алла тағала айдан анық көрсетіп отыр бізге. Алла апатынан сақтасын. Аман болайық. Әйтеуір бас аман. Соған да шүкір.